Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bawırlar, Allah'tan qalavымен İmam Gazali rahimahullah'tın еңбегі Eyyuhel Veled kitabından derslerimizde ermen qaray жалғастыратын bolamız. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyuhel veled, ey balam, qad alimte min hataynil hikayeteyni enneke la tahtaju ila tekthiril ilm. Расында сен жоғарыда айтып өткен екі хикаядан өзіңнің ілімді көбейтуге мұқтаж емес екеніңді білдің. وَالْآنَ أُبَيِّنُ لَكَ مَا يَجِبُ عَلَى سَالِكِ سَبِيلِ الْحَقِّ. Және де қазір мен саған хақ жолда, ақиқат жолды ұстанушыға не нәрсенің уәжіп, яғни міндет екендігін ашықтап айтып беремін. فَعْلَمْ, мына нәрсені біл, أَنَّهُ, расында оған, янбағи лиссалики, тура жолда жүруші адамға мына бір нәрсе қажет дейді. Шейхун муршидун, өзіне жол көрсететін шейх, яғни ұстазы керек. Мураббин, өзін тәрбиелейтін. Не үшін? Лиюхриджал ахлақ әссуа минху битәрбия, одан жаман ақлақты тәрбиемен шығарып тастауы үшін. Ва яджғала маканаха хулуқан хасанан, және де сол шығарған жаман ақлақтың орнына көркем ақлақты үйретуі үшін. Ва ма'на тәрбия, және де тәрбиенің мағынасы юшбиху фи'лал фаллах, ол мына бір егіншінің ісіне ұқсайды. Әлләзи, ол сондай, яқлау шаука, тікенді жұлып тастайтын. Ва юхриджун набататил әжнабия, және де арам шөптерді жұлатын. Мин бейниз зарай, егіннің арасынан шығатын арам шөптерді және тікенді жұлып тастайтын мына бір егіншінің ісіне ұқсайды дейді. Лияхсуна набатуху, оның жақсы көркем түрде өсуі үшін. Ва якмула ройуху, және де оның күтімі жақсы болуы үшін. Вала будда лиссалики мин шейхин юраббихи, және де тура жолда жүрушіге міндетті түрде өзіне жол көрсететін шейхтің болуы қажет. Ва юршидуху иля сабилиллахи та'ала, және де оны Аллах тағаланың жолына қарай жол сілтейтін шейхтің болуы қажет. Лианна Аллаха та'ала арсала илал ибади расулан, және де Аллах тағала өзінің құлдарына бір елші жіберді. Лил иршади иля сабилихи, оларды өзінің жолына сілтеуі үшін. Фаиза иртахала саллаллаху алейхи ва саллам минад дуния, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл дүниеден өткеннен кейін фақада халлафа ал-хулафаа фи маканихи, халифалар оның орнын басты. Хатта юршиду ал-халаиқа иля Аллахи та'ала, халайықты, яғни халықты Аллах тағаланың жолына бастау үшін. Ва шарту шейх аллази, сондай бір шейхқа мына бір шарт қажет дейді. Яслуху ан якуна наибан ли расулилла саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам орынбасары болу үшін шейхқа мына бір шарт қажет дейді. Ан якуна алиман, ол ғалым болуы қажет. Ла анна кулла алимин яслуху лаху, алайда әрбір ғалым кісінің бұған лайықты деуі бұл жарамайды дейді. Яғни сен әрбір ғалым кісіні осы санатқа, осы орынға лайықты деп айта алмайсың дейді. Ва инни убаййину лака бa'ду аламатихи аля сабилил ижмал, және де мен саған сол белгілердің кейбірін қысқаша түрмен ашықтап айтып өтемін. Хатта ла яддa'ия кулла ахадин аннаху муршидун, расында ол өзін жол бастаушымын деп өтіріктен ұсынбауы қажет дейді. Фанақулу, және де былай деп айтамыз. Хуа ман юриду ан хуббид дуния ва хуббил жахи, және де ол атақ даңқты жақсы көруден және де дүниені жақсы көруден теріс айналған бір адам болуы қажет. Ва кана қад таба'a ли шахсин басирин, және де ол көреген бір сондай адамның жанына еруі қажет. Ятасалсалу мутаба'атуху, және де оның ерген адамы мына тізбекпен тізбектелуі керек дейді. Иля саййидил мурсалин саллаллаху алейхи ва саллам, елшілердің, пайғамбарлардың сардары болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға апаратын тізбекпен тізбектелуі қажет дейді. Яғни ол адасқан бір жолдағы адам болмауы қажет дейді. Ва кана мухсинан риядата нафсахи, және де
өзінің нәпсісін шебер түрде тәрбиелеген адам болуы қажет. Мин қиллатил акл, аз жеумен, уәш-шурби, және де аз ішумен, уәл қаули, аз сөйлеумен, уәл науми, аз ұйықтаумен, уә кәсратис сала, және де намазды көбейтумен, уәс садақати, садақаны көбейтумен, уәс сауми, ораза ұстауды көбейтумен, осылай өзінің нәпсісін шебер тәрбиелеген адам болуы қажет дейді. وكان متابعة الشيخ البصير جاعل المحاسن الأخلاق له سيرة. және де ол өзі ерген, көреген дана шейхына еруі арқылы көркем ақлақты өзіне салт қылып алған болуы қажет. Яғни сол көркем ақлақпен өзі шыңдалған және де өзіне жиі істейтін әдет қылып алғаны қажет дейді. Бұл көркем ақлақтар олар мыналар дейді. Кәс-собри, сабыр, уәш-шүкір, шүкір, уә-тәуәккүл, және де тәуекел, уәл-яқин, шынайы сенім, уәс-сахауа, жомарттық, уәл-қанаа, қанағат, уә-тумәънинатин нәфс, нәпсісінің орнығуы, уәл-хилм, жұмсақтық, уәт-тәуәдду, және де кішіпейілділік, уәл-илми, ілім, уәс-сидқи, шыншылдық, уәл-хая, ұят, уәл-вәфа, сөзінде тұратын, уәл-вәқар, байсалды, уәс-сукун, уәт-тәәнни. Бұл екеуі де бір мағыналас сөздер, сабырлы болу қажет, уә-әмсәлиха, және де сол секілді нәрселер. Фәхуә изен, егер де ол осыларды жинаса, нурун мин әнуарин нәбийи саллаллаху алейхи уәсәләм, онда ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм нұрларынан болған бір нұр дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің орынбасары. Яслиху әл-иқтидау бих, және де оған еру дұрыс болады. Ләкиннә уджуда мислихи надирун, алайда бұндай сипаттағы адамдарды табу өте сирек дейді. Ауззу минал кибритил ахмар, және де ол адам өте сирек кездесетін сондай бір тастан да өте құрметті адам болады дейді. Әйюхәл вәләд, әй балам, ва мән сәғадатху әс-сәғадату фәвәжәдә шейхан кәмә зәкәруна, кімде қандай да бір бақытты қылса, және де біз жоғарыда айтып өткен шейхті тапса, ва қабиләху шейх, және де шейх та оны қабыл етсе, фәянбәғи ән яхтаримәху захиран ва бәтинан, және де ол кезде ол адамға мына нәрсе міндет болады дейді. Сол тапқан шейхін іштей де сырттай да құрметтеуі. Әммә ихтираму захир, сырттай құрметтеуге келетін болсақ, фәхуә ол әллә юджадиләху, онымен сөз таластырмауы қажет. Вәлә яштағила бил ихтиджаджи мағаху фи кулли мәсәлә, және онымен әрбір мәселеде дәлел алып келумен шұғылданбауы қажет. Яғни ол кісі мынаны айтса, сен мынандай дәлел бар деп, оған қайта-қайта әр мәселе сайын дәлел алып келумен айналыспауы қажет. Ва ин алима хатааху, тіпті оның қатесін біліп тұрса да, вала юлқия байна ядайхи саджадатаху илля вақта адаис сала, және де сол шейхінің алдына жай намазын төсеп алып, намаз оқи бермеуі қажет. Тек қана намаздың уақыты кірген кездерде өтеуі қажет. Фаиза фарага, және де сол намаздан босаған кезде ярфауха, жай намазын көтеріп алып, жинап қоюы қажет. Вала юксира навафил ас-сала би хадратихи, және де сол шейхінің алдында отқан кезде нәпіл намаздарын көбейтпеуі қажет. Ва яъмала ма яъмуруху аш-шейх мин ал-амали би қадри вус'ихи ва тaqatihi, және де шейхі әмір еткен амалдарға шамасы жеткенше, күш-қуаты жеткенше сол амалдармен шұғылдануы қажет. Ва амма ихтирамул батин, ал іштей құрметтеуге келетін болсақ, фахуа анна кулла ма ясмау мин аш-шейх ва яқбила минху фи az-захир, шейхынан әрбір естіген нәрсесін және де сырттай қабыл еткен нәрселерін ла юнкируху фил батин, іштей жақтырмай тұрмауы қажет дейді. Яғни сырттан шейхтің көзінше я деп әр айтқан сөзін қабылдап, бірақ іштей сенің мынауың қате болды, бұған негізі мынандай нәрсе, сенің айтқан хадисің, мынау хадисің әлсіз еді деп іштей өйтіп жақтырмай тұрмауы қажет дейді. Ла фи'лан, іспен де, ва ла қаулан, сөзбен де. Не үшін? Ли алла яттасима бин нафақ, екі жүзділік сипатпен сипатталып қалмасы үшін. Ва ин лам ястати, ал егер де сол нәрсені естіп шыдап тұруға өзінің күш қуаты жетпейтін болса,
Yetruк сухбатаху, онымен бірге сұхбаттасуды тәрк етуі қажет, яғни тастауы қажет. Қашанға дейін? Иля ән юафиқа батинуху захираху, оны іштей де сырттай да қабыл алғанға дейін. Ва ән яхтариза ан мужаласати сахибиссу, және де жаман достармен бірге отырудан сақтануы қажет. Лияқсура валаята шаятин әл-джинни вәл-инс мин сахнил қалбихи, жүрегіне адамдардың, жындардың және де шайтандардың билігі әсер етпеуі үшін. Фәюсаффа ан лауси шайтана, және де шайтандық кірден тазару үшін. Ва аля кулли халин ан яхтара ал-фақра аля ал-ғина, және де әрбір халінде байлықтан гөрі кедейлікті таңдауы қажет. Сумма и'лам, сосын мына нәрсені біл. Аннат тасаввуф лаху хаслатани, расында тасаввуф екі қасиетке бөлінеді. Әл-истиқама, біріншісі турашылдық, екіншісі вәс-сукуну анил халқи, адамдардың мазасын алмау. Фәмән истиқама, кімде-кім турашыл болса, ва ахсана хулуқаху бин-нас, және де адамдармен ақылағын жақсартса, ва амалахум бил-хилми, және де олармен жұмсақтықпен араласса, фәхуа софиюн, және сол адам софы, яғни нағыз тасаввуфтың адамы. Вәл-истиқама, турашылдық дегеніміз хия ол ән яфтия хазза нафсихи ли нафсихи, өзінің бойындағы жаман нәпсісін жақсы нәпсісі үшін құрбандыққа шалуы. Яғни адамның бойында нәпсінің екі үлесі болады екен. Біріншісі жақсылыққа, екіншісі жамандыққа қарай итермелейтін. Соның жаман бөлігін жақсылығы үшін құрбандыққа шалуы. Ва хуснул хулқи бин-нас, және де адамдармен көркем ақлақта жақсарту дегеніміз хуа ол әллә тәхмилән наса аля мурадихим нафсика, өзінің мақсат мұраты үшін адамдарды қолданбауы қажет. Бәл керісінше тәхмилу нафсака аля мурадихим, керісінше олардың мақсат мұраты үшін өзі жұмыс жасауы қажет. Мә ләм юхалифу әш-шар'a, шариғатқа қайшы келмеген істерде. Сумма иннака сәәлтани анил убудiyya, содан кейін сен менен құлдық жайлы сұрадың, яғни Аллах тағалаға деген құлдық жайлы сұрадың. Вахия сәләсәту әшияә, ол мына бір үш нәрсе. Ахадуха, оның біріншісі мәхафазату әмри шар'i, шариғат істерін сақтау, яғни әмір еткен нәрселерін орындап, тыйған нәрселерінен тыйылу. Вәсәниха, және де оның екіншісі әр-ридо бил қадаи вәл қадари вә қисмәтиллахи тағала, және де Аллах тағаланың қойған, белгілеген, жазған тағдырына разы болу, және де Аллах тағаланың өзіңе үлестіріп бергеніне разы болу. Вәсәлисуха, және де үшіншісі тәрку ридаи нафсика фи талаби ридаиллахи тағала, және де үшіншісі Аллах тағаланың разылығын талап ету жолында өзіңнің нәпсіңе разы болуды тәрк ету. Яғни Аллах тағаланың разылығын талап ету жолында ғибадаттарда орындап жүрген кезде өз-өзіңе аужуб, яғни өз-өзіңе тамсануды тәрк етуің қажет дейді. Мен не деген адаммын деп, осыншама құлшылық жасадым, мынандай жақсылық жасадым деп өз-өзіңе ғажаптануды тәрк етуі қажет дейді. Вәсәәлтәни ани тәуәккүл, және де сен менен тәуекел жайында сұрадың. Вәхуа ол ән ястахкима иътиқадука биллахи тағала фима ваъда, ол дегеніміз Аллах тағаланың саған уәде еткен нәрселеріне сенуің, және де сол нәрселерге үкім етуің. Яғни ән тә'тақида әнна мә қуддира ләка, расында саған жазылған, берілген нәрсеге сенуің. Сәясилу илейка ла махала, ол саған міндетті түрде жетеді. Вә ин, тіпті ижтахада мән фил алам аля сарфихи анка, тіпті сенен сол Аллах тағаланың берген нәрсесін бүкіл әлем тырысып жүріп сенен тартып алуға әрекет етсе де, ол саған міндетті түрде жетеді. Вәмә ләм юктаб, және де саған жазылмаған нәрсе лән ясила илейка вә ин саадака жамиул алам, тіпті саған бүкіл әлем болып, бүкіл әлем саған жәрдемдессе де, саған жазылмаған нәрсе саған жетпейді. Вәсәәлтәни анил ихлас, және де сен менен ахлас жайында сұрадың. Вәхуа ол ән тәкуна аъмалука куллуха лиллахи тағала, ол дегеніміз сенің күллі амалдарыңның Аллах тағала үшін болуы. Ла яртаху қалбука бимахамиди әннас, және де сенің жүрегің адамдардың мақтауымен рахат таппауы қажет. Вәла тәса бимазамихим,
және де олардың мазақтауымен, сені даттауымен сенің жүрегің қайғырмауы қажет. Ва'лам, мына нәрсені біл, әннәр-рияә ятавалладу мин таъзимил халқ. Арасында рия дегеніміз ол жаратылысты ұлықтаудан туындайды. Ва'илажуху, және де оның емі әнтәраху мусаххари әл-құдрати, және де сен оларды құдіретті Аллаға бойсынушы деп көруің қажет дейді. وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة. және де оларды өзіңе қиыншылық та, рахат та жеткізе алмайтын сондай бір құдіреті жоқ, жансыз тас секілді көруің қажет. Не үшін? لتخلص من مرآتهم, олар көріп тұр ғой деген ойдан арылу үшін, яғни риядан арылу үшін, амалдарыңның олар үшін кетіп қалмасы үшін. وَمَتَى تَحْسَبُهُمْ ذَوِي قُدْرَةٍ وَإِرَادَةٍ, және де сен қашан оларды қалағанын істейтін, құдіретті деп санайтын болсаң, لَنْ يَبْعُدَ عَنْكَ الرِّيَا, онда сенен ешқашанда рия кетпейді. Расында сен риядан ешқашанда арыла алмайсың.